Бүгін 6 наурыз, 26 жыл, 8 наурыздың құрметіне біз дүйсенбі күні жұмыс істемейді екенбіз. Вот настолько андай есейіп жатырмын. Скуф болып баратырмын ба білмеймін. Дүйсенбі күні жұмысқа бармайтыныма мәз болып қуандым. 3 күн демалу, вау деп мәз болып тұрмын. Типа мектеп кезінде, университет кезінде бір апта демалысқа шықпасақ, ойбай, почему так? Біз бір ай каникулдамыз, біз демалыстардан андай мерекелік уақыттарда біз бір апта, 2 апта демалуымыз керек деп қанағатсыз болып ойда қаламын да. Бірақ әр жастың, әр уақыттың өзіндік бір ерекшелігі болады. Мектеп кезінде сондай ерекшелік болды, студент кезде де сондай ерекшелік болды. Енді ересек өмірде осылай 3 күндік демалысқа да мәз болатын жағдай болады екен. Қызықты экспириенс, сондай әңгіме. Қысқасы мен арахисовый сокол деп аталатын фильм қостым. Roadside Attractions и Armory Films представляют в сотрудничестве с Endeavor Content. Тағы қатып қалды. ChatGPT кеңес берді. Осы фильмді, типа, подбери мне фильмы деп сұрағам. Маған андай душевно, рефлектирующий, добрый, жақсы фильмдер. Производство Armory Films и Bonafide. И осы фильмді көрдік, кеңес берді. Фильм Lucky Tree House. Как дела? Бәріне сәлем. Бұл мен тағы да айғаным. Сонымен достар, мен мына шарфты тоқып аяқтадым. Қазір фиксация кішкене. Фиксация! Аха. Енді маған неге не фиксирует менің бетімді? Ой, наконец-то міне. Қараңдар. Мына шарфикті тоқыдым. Такс неше күн. 2 аптадай шығар, өйткені уақыт болмай кетті. Сосын қолға алдым. Бүгін 7 наурыз, 26 жыл. Бұл арнайы сыйлық. Аружан деген қыз попросила шарфик тоқуға. Бүгін еще оның туған күні екен. Соның құрметіне тез аяқтау керек енді. Күн жылыда, көктемде киюге шарфик тоқып беріңізші деп попросила. Я такая, о, классно, круто, давай дедім. О, әрине төлем жасаймын, анау деді. Бірақ бүгін туған күні болғандықтан, туған күннің құрметіне арнайы сыйлық. Міне, аяқтағаныма қуаныштым. Енді жасы көру керек, сұрау керек, қалай беруге болады деп. Мен ойлап тұрмын, біздің елімізде қазіргі таңда енді мереке қарсаңында демалыс берді. Дүйсенбі күні жұмыс күні емес, сейсенбі күні жұмысқа шығамыз бұйырса. Сол күні кездесіп пе, әлде такси арқылы бер жүрем ба көрем. Ну, норм сияқты, қатты. Керемет енді орташа деңгей, әкет бартқыш демес жоқ. Тап-тамаша, әп-әдемі сүп-сүкімді. Шарфик өзін қалағанында қызыл түсті. Сондай жағдай. Бәріне сәлем. Бүгін 8 наурыз, 26 жыл. Құрметті арулар, мені көріп отырған сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бар жақсылық тілеймін, бақытты болыңыздар. Бүгін мен істедім, мен бүгін шарфикті тоқып бастадым. Sophie Scarf, сосын құрбыларыммен бірге кездесуге дайындалдым. Бетімнен көрініп тұрған шығар, кішкене тым қатты көп қолданып жүрген сияқтын тоналканы, бірақ I don't care, не істеймін. Қазір хабарласу керек. Уақыт 8 болып қалды. 8-ге 5 минут қалды. Кешкі 8-ге кездесеміз деп келістік, бірақ қай жерге баратынымыз белгісіз. Әйтеуір 8 наурыздың құрметіне кездесу аяқ асты. Сол жерден бірден түсірем ба білмеймін, өйткені мен құрбыларым демалғылары келеді. Ол жеке уақыт. Андай есейген сайын біреудің уақытын, біреудің шекарасын құрметтейсің де артық түсірмейсің.
қысқаша бір соткама бірдеңе түсірермін бәлкім, сол жерден салармын бірдеңелер, немесе түсірмеспін деп өзімше отырсам, реально ол жерге демалуға барамын, не да влога будет, наверное. Құрбылармен уақыт өткізгенде, әңгімелескенде, жайлы уақыт кеш өткізген кезде шыны керек камераға бәрін түсіргім келмейді. Өйткені бұл жеке уақыт. Алайда лайфстайл бұл. Білмеймін, көремін. Сондай жағдайда. Шарфим мынауға тұрғанда арасын қарандар. Мынан қарандар. Тығыз тоқылып жатыр. Прям кішкентай мимимишный от тоқылып келе жатыр. Андай арасы бүйтіп даже андай орын жоқ дұрыс. Өйткені мына сантиметровка 2,5. А ол влияет длина спиц. Ширина дейін ба, айраны. Андай ұсақ бір кукольный ойыншықтарды тоқуға арналған сияқты да. Too cute, ше. Кеше шарфты аяқтадым ғой көрсетіп. Мен демалыс күндерім беталды өтіп атқан жоқ, соған қуаныштымын. Андай өзіме ұнайтын іспен айналысумен өтіп атыр. Сондай әңгіме. Мына камерада бетім прям аппақ, мен мойныммен салыстырсам да, мен мойынға жақпады тоналка, себебі білмеймін. Водолазка кием деп ойлап тұрмын, көремін бірақ. 26 жасар айғанымның түрі, бет әлпет осындай. Фиксировать етіп, бәрін түсіретін мүмкіндігім барына шүкір. Кей кезде ностальгировать етіп влогтарымды көремді. 5-6 жыл бұрынғы дейм. Подростковый приколыстар. Кетті. Ой, звондап жатыр, жайтты айт. Алло. Алло, айғанам. Кетсің? Киініп жатырмын. Киініп жатырмын. Киініп жатсың? Дайынсың ба сен? Да, сырт киімді киімде жатырмын, андай шалбар сондай. Былай дайынмын. Сен алып кетейік па? Сендер қайдасыңдар? Біз қаладан таңер жақта келе жатырмыз. Біз просто 9:30-ға по идее забронировали. Біз заказ болып шығып ойлағанбыз, сен алып кетсек деп. Маған без разницы, мен отырмын, бағана айттым ғой. Киіне сал. Давай, сен отыр қазір алып кетеміз, где-то бір 15 минутта. Подружкаларым 15 минутта келеміз десіңдер. Я хочу договорить. Я не договорила. Сол 5-6 жыл бұрынғы влогтарымды қараған кезде андай детская припухлость бәрі бар да. И уақыт зымыран расында. И мен оны қатты ценю уақытты. И прям максимально стараюсь наслаждаться временем. Потому что это останется в прошлом. И типа это надо ценить настоящий момент. Я прям настоящий момент қатты ценить етем. Типа мектеп кезінде де прям бәрін фиксировать етіп түсіруге тырыстым. Бәрін прям проживать етіп ше. Студент кезде де солай ше. И қазіргі кезең менде жастық шақ қой. Сол кезеңді прям проживать етіп прям я хочу зафиксировать и снимать все прям өйткені қарайсың болашақта. И типа барлығын қараған кезде вау, осындай уақыттар болыпты ғой деп бүйтіп қуанып кетем, да? Вот такой вот человек. Не знаю. Но я не ностальгирую в то же время. Я просто фиксирую время максимально, прям от всей души. А в этом мне помогает камера моя. И я очень рада за то, что у меня есть такая возможность. И вот қарайсың, и потом мен андай 23 жасымда, 22 жасымда ля-ля-ля приколдаться, бүйтіп бетім, түрім, андай жүріс-тұрысым, сөйлеу мәнерім барлығы бөлекті, потом осындай мүмкіндігім барына мында бір шүкір, типа жастық шағымда осы камераға түсіріп интернетке жүктей алатын мүмкіндік ол барлығында бар шығар, бәлкім біреуде бар, біреуде жоқ шығар, білмеймін. Барлығында емес, көбісінде дейші, дұрыс сөйлесем. Сол көптің қатарында болғанына мында бір шүкір. И бастысы ешкімнен ұялмай, кринж ұстамай. Ну, окей деп бәрін түсіре беретін әдетіме де шүкір.
саған тиктокқа екеуміз сигарет салып жатырмыз Точно. тигровый принт yaptı. Я пьяный молодой, бары как домой. Seninle oynap jiro байқау. Бабки воздух дождь, будто людей. Синки из концов, я на час можно ты. Там свою трубку накажемся внутри. Это только посмотри, на тупые бабок. Давай свою пачку укрыты. Қаламаймын мені, қаламаймын сені, ермегі болып өтті жаттың. Бағалай біл мені, аямаймын сені, мәңгі бақи бақытыңда бақтың. Зато букет песочный. Кішкене көріп тұр. Ладно, қой. Сөзімен күн сыйлайды, күн сыйлайды ойға. Сол ісімен алдайды, алдайды байқап. Бағалай біл мені, қаламаймын сені, ермегі болып жаттың. Ладно, көрмейді болады. Зачем тогда снимать? Нормально, атмосфера тут. И қараңғы. Все в этом клубе всегда поглядываю. Пока все твои стыди не угадываю. Что это за звук, он же больше, чем тренди. Подошел, сука, не дыши на стыне. А ладно, уже не пройти за мой стол. Да таких, как ты, тут танцпол. Хватит 40 мои руки под свой подол. Потом ты не то, что в моем вообще. Қысқасы 8 наурызды өзімнің құрбыларыммен керемет қарсы алдым, керемет өткіздім, уақыт жақсы өтті. Үйге аман есен жеттім. Бүгінгі күніме шүкір. Жаңа тиктокқа кіріп ем. Тикток қазір мен жүктеп алғам. Содан кейін андай неше түрі андай қалай трендтегі видостар түсірдім. Қызықты болып тұр. Қазіргі таңда тиктокта видостар түсіру деген. Сосын қарап атқам видостарды, басқа да Дженни Блэкпинктағы соның видеосы шыққалды. Қазір Парижде екен. Капец андай фанаттары, папарацци прям артынан жүгіріп sign please, sign деп типа. И Дженни там такая спокойная, очень такая адекватная түсіндіріп жатыр да, типа менің қазір жеке уақытым, пожалуйста, маған кеңістік беріңдерші, жүрейінші нормально деп сұранып тұрды. Тек қана типа ана жерде папарацци наглые такие. Та-та-та, Дженни, you like to be in Paris? бір вәле деп андай бір мемный ана Бейонсеға айтылған сөздерді айтып, типа please, photo please деп бүйтіп мазасын алып жан жақтан жүгіріп, сосын суретке түсіріп, видеоға түсіріп, көрініп тұр, что Дженниға андай ыңғайсыз болып тұр, шаршап тұр. Жанында менеджері, сосын өзінің несі охраннигі жүрді. Потом жарайды, тек қана қолтаңба берем, пожалуйста, без фото деп сұрап тұр. Бірақ ана жерде папарацци, басқа да адамдар видеоға түсіріп, прям көрініп тұрды андай
қатты шаршап тұр. И реально енді ол адам ғой. Жұлдыз болса, сахнада жұлдыз шығар, бірақ шын өмірде ол былай қараса адам. Серуендеп жүр. Өзінің жеке уақыты, өзінің жеке шекарасы бар адамда. Типа, менің ойымша құрметтеу керек сияқты. И ол сұрап тұр, пожалуйста, маған, типа, жеке уақыт, I wanna have my time, please, 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 деп сұранып тұр да. Only sign, деп қол қойып жатса, жан жақтан адамдар келіп көбейіп кетті. It's a lot of guys, a lot, деп сөйтіп айтты. Все, stop. Яғни так тактично бүйтіп қоя сап тұр да, все, хватит, грубить етіп жерге болады, потому что там наглые люди, прям жан жақтан қыспа. Она же может отвалите деп кетіп қалды. Но нет, у нее прям адекватно бәрін түсіндіріп тұр, бүйтіп көрініп тұр. И адами тұрғыдан бүйтіп экраннан ар жағынан көріп отқан мен капец, жұлдыз болу оңай емес қой. Еще өзінің деңгейінде, дәрежеңді ұстау одан да қиын деп отырмын. Менің жеке пікірім қазіргі таңда ол жұлдыз болса өзіне жұлдыз, я сахнада өзінің тәжірибесінің барлығын көрсетер, бірақ шын өмірде ол да адам ғой. Оның жеке шекарасын құрметтеу керек сияқты. Сен жұлдызды көріп отырсың, ол көшеде жүрма. Нет, она выбрала свой путь, она вот должна вот да дейтін ситуациялар бар шығар, бірақ бұл жағдайда дұрыс емес деп есептеймін. Она звезда, да, мировой уровень, да, но в первую очередь она человек, и надо уважать ее границы деп ойлаймын. Шаршап тұр да, адами тұрғаннан ол шаршап тұр. Жай өз уақытын өткізіп жүрген адам. Сондай әңгіме, достар. Болашақта мен бәрібір Кендалл Дженнер, сосын Дженни, Рози, Лисамен подружка болғым келеді. Ағылшынша үйреніп, Дженни, you have a time, you good деп әңгіме. Братан, ты звезда, you're a star, and you're a cool star. You respect other people, and of course you deserve have your private time. It's okay to walk in Paris and have your time, yeah. I respect you. деуші едім. Они деп жүр. Жарайды, сондай әңгіме. Фиксация. Давайте, кездескенше. И что это крем? Сәлем. Бүгін 10-шы наурыз 26-шы жыл. Мерекелік күндерден кейінгі алғашқы жұмыс күні. Мереке бойы мен дұрыстап далаға шықпадым. Бір рет қана достар құрбылармен кездесуге шыққам. Енді далаға шығып әппақ қар көзін жауын алады деп. Тым қатты әппақ екен, көз ауырып кетті реально. Атар мерекелік күндерге орай андай режим сынады бүлінді да. Сондықтан таксимен баратырмын жұмысқа. Келіп қалды міне. Давайте. Здравствуйте. Бәріне сәлем. Бүгін 10-шы наурыз 26-шы жыл. Қарағандыда масқара аяз көтеріліп кетті. Жел, боран, бәрі қосылып мәссаған деп отырмын ше. Типа көктемде аяз көтерілген деп соның әсерінен десем дұрыс болар. Біз ертерек жұмысқа үйге қайтарды. Сағат 4-те босатты. Сағат қазір үйге жеткенше бір 45 кетті 4-тен. Сол. Негіз біздің бұрынғы уақытпен деп па, сағат 6:30 ғой. Типа, бір сағат алдыға жылжып қойды, қыстың өзінің уақыты ғой да, бір сағат қосылып, типа. По идее. Жарайды, бұрынғы уақытпен бір сағат дейшін, 2 сағат демей қойын. 5:30, 5-тен 45 сондай кетті. Негіз біздің бұрынғы уақытпен жүрсек, қазір уже үйге қайтып бара жатырмыз. Бірақ алдыға қарай жылжытты, сондықтан біздің бұрынғы уақытпен ол кешкі 7-те шығамыз жұмыстан. Типа жайт, сондай әңгіме.
Fuck Up Them, Mic Drop by BTS. Сондықтан мен кішкене айғайлап сөйлеп отқан шығармын. Естіп отырсыңдар ма? Это был Mic Drop. Drop. Қазір Dynamite қосылды. Жайтайте. Достар, мен қазіргі уақытта жаңадан шаршикті оқып жатырмын. Басқа видостарды көрсеткен шығармын. Sophie Scarf, you know. Мына дүниені қазір жөндеу керек. Короче. Переход жасаймын қазір. 1, 2, 3. Пам-парам-пам-пам. Міне. Осындай. Маникюр. Маған осындай тырнақтар ұнайды. Қысқа, таза, артық ештеме жоқ. Минимализм. Я. Прям күшті болып қалды ше. Артық тырнақтар тастағаннан кейін өсіп кеткен на кутикула барлығы. Прям. Я прям это чувствую. Все. Алу керек деп. Күшті сезім. Сондай жағдай. Достар, менің уходовый косметикам бетіме жақпай қалған сияқты қарадыр. Бетім бөртіп кетті. Көріп тұрсыңдар ма? Представляете ма? Кәдімгідей жақып қалар деп шығымдалдым. А оказалось, что вообще на крем, лашкада, мицелляркада жақпай тұр. Сондай әңгіме. Бәріне сәлем. Уақыт. Жұмыстан енді келдім. Ето кішкене андай бар ғой. Бұндай уақытта негізі кей кезде қайтып тұрамын. Норма, бірақ қазір біздің елімізде референдум соған байланысты науқан болып жатыр. 7:30-ге дейін отыру болады бұл біздің жұмыста. Мен қазіргі таңда істеп жатқан жұмысымда сондай болып тұрады. Это нормально, бірақ кішкене загруженность жағынан ауырлау болдым морально. Жақсылап тұрып демалу керек. Жексенбі күні жұмыс болады. Дүйсенбі күні жұмыс істейміз мүмкін. Мүмкін так есть, рабочий день типа. Жұмыс күні жұмыс істеу керек. Сондықтан бір ғана от души душевно в душу демалу керек. Сондай апдейтс. Блин, достар, бағана түсірдім ғой видосты. Я прям ощущаю усталость после работы. Я чувствую, как я... Ну, по идее, и так взрослая, но, блин, я это не чувствовала. И не чувствую, что я, капец. Я, оказывается, взрослый человек, который работает и устает от работы. Офигеть. Я так устала, и мне даже лень говорить. Устала от работы. Соған да шүкір, бірақ ше. Бұл жұмысты мен армандаған. Өзімнің ұнайтын жұмысыма шаршаған. Прикольно, достар, я взрослая девочка. Спасибо. Покеда.